Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен Google формасында жиынтық бағалау тапсырмалар құруын көрсететін боламын. Google формада жиынтық бағалау тапсырмаларын құру үшін міндетті түрде Google аккаунтпен кіріп көру қажет. Және дискке кіргеннен кейін осы жерден создать батырмасын баса отырып, жаңа Google форманы құрастырамыз. Мұнда айта кететін жайт, бізде Google форманы құрастырған кезде міндетті түрде Google аккаунтқа тіркелгендіктен Google Chrome'мен кіріп, жаңа форманы құрастыруымыз қажет. Жаңа форма ашылған кезде біз новая форма, яғни сол жерге ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану тақырыбы бойынша жиынтық бағалау деп жазамыз. Және описание бөліміне осы жиынтық бағалауда қолданылатын оқу мақсаттары мен тақырыптарды бағалау критерийін және орындау уақытын енгізіп қоямыз. Келесі бізде сұрақты дайындаймыз. Ең бірінші біз оқушының тегі аты және әкесінің атын енгізетін боламыз. Және бұл міндетті түрде жауап беретін сұрақтардың қатарына енгізіп, белгілеп қоямыз. Және сұрақтың жауап түрін біз текст строка бөлімін таңдап анықтайтын боламыз. Келесі бізде оқушының сыныбы, яғни қай сыныптан екендігін берілген тізім бойынша анықтап көрсетеміз. Яғни 5-тің асы, әсі, бысы және бысы. Қай сыныпқа енетін болса, оқушы берілген тізімнің ішінен өзіне керектісін таңдап шығатын болады. Және бұл міндетті түрде жауап берілетін сұраққа ену қажет. Міндетті түрде жауап беруге сұрақтардың ішінде, егер оқушы ол сұрақты жауап бермейтін болса, келесі, яғни форманы тапсыра алмайды, яғни форманы жібере алмайтын болады. Келесі бізде жаңа сұрақ қоямыз. Осыдан бастап біз жаңа сұраққа қажетті сұрақтарды енгіземіз. Яғни бізде бірінші тапсырма есептеңдер, яғни ең оңай сандарды есептеуді. Мұнда біз дұрыс жауапты енгізіп болғаннан кейін Google форманың ең төбесінде тұрған настройка батырмасын баса отырып, осыдан өзімізге қажетті, яғни тест жауаптарын енгізетін боламыз. Мұнда бізге тест жауаптарды өзімізге қай жауап дұрыс екендігін белгілеп және қанша балл беру керектігін енгізе алатынбыз. Мына жерде сол бізге көрсетіліп тұр. Ответы бөліміне кіреміз дағы, қанша балл қоямыз және қайсысы дұрыс белгілеп шығамыз. Дәл осылай келесі сұрақты да енгізетін боламыз. Екінші сұрақта менде берілген сандардың ішінде футбол қақпасын биіктігін берілген және бұл неше сантиметр, дециметр және метр екендігін анықтауымыз қажет. Футбол қақпасының суретін енгізіп қойсақ болады. Яғни оқушыда футбол қақпасы туралы жалпы түсінік қалыптасуы қажет. Мына жерде қалай енгізуді көрсетілген. Егер сіз компьютердің тақтадан анықтайтын болсаңыз, компьютерде беріліп тұрады. Ал егер Google-дың жеке өзінің картинкалар жинағы болса, сол жерден де анықтап шығаруымызға болады. Және мұнда жауап нұсқалар ретінде бірнеше жауап нұсқаларын таңдау арқылы дұрыс жауапты анықтауға болатын мазмұндағы есепті құрастырып шықтым. Яғни мұндағы әр сұрақ дұрыс жауап үшін 1 балдан енгізіп отырдым. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай бірнеше жауапты оқушы таңдай алады. Және әрбір дұрыс жауабға 1 балл беріліп отыр. Яғни бізде дескриптор енгізген кезде міндетті түрде дескриптор бойынша жұмыс істейміз, иә? Яғни сантиметр, дециметр, метрмен айналдырғанда қандай болатынын жауапта көрсетіліп тұр. Дәл осылай келесі сұрақты да енгіземіз. Келесі сұрақ бізде екі амалмен құрастыру, иә?
камылмен көмек құрастырған кезде біз бұл жерден жауап ретінде мен один из списка бөлімін таңдадым, яғни берілген тізім ішінен кез келген біреуін таңдау қажет. Сонда жауап берілетін болады. Яғни міндетті түрде әрбір сұрақты енгізген кезде Google формада пояснение, яғни түсініктемелер енгізуімізге болады. Балды өз бетімізше қоюымызға болады. Әрине дескриптірге оқу мақсаттарына сәйкес қоямыз. Сонымен қатар дұрыс жауапты белгілеп шығатын боламыз. Барлық сұрақты біз міндетті түрде жауап беретін сұрақтар қатарына енгізіп қойсақ болады. Яғни бір сұраққа дұрыс жауап бермеген жағдайда немесе ол сұрақты өткізіп жіберсе, бала бұл форманы мұғалімге жібере алмайды. Келесі бізде төртінші сұрақта біз бірнеше жауаптардың ішінен анықтаймыз, Бұл бізде сетканы пайдаландым, яғни сетканы арқылы қалай жауапты анықтауға болады. Жауаптардың қатары және баған арқылы біз бірнеше жауапты анықтап аламыз. Яғни бұл бізде бірнеше таңдау арқылы. Яғни бірінші қатарға біз жауапты жазсақ, нені табу керектігін жазсақ, екінші қатарға біз жауабын жазып, сол арқылы анықтай аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біз бұл сұрақты қойғаннан кейін біз яғни баған түрінде жауаптарын, қатар түрінде сұрақтарды қойғаннан кейін анықтау керектігіне оқушыға нақты мәлімет бергеніміз көрініп тұр. Жалпы мен бұл бағдарламаны жасауда, видеоға түсіруде Bandicam программасын пайдаландым. Bandicam жалпы бізде экрандағы записті басуға арналған бағдарлама. Өте оңай және тиімді. Мінекей әрбір жауапқа қандай жауап және қандай сұрақ сәйкес келетіндігі көрініп тұр. Біз бұл жерде яғни сәйкестендіру тесті сияқты орындауымызға да болады. Келесі бізде мінекей дұрыс жауаптарды қалай анықтауға болатындығын және қалай балл беруге болатынын көрсетіп отырмыз. Келесі сұрақ бізде жауап ретінде Google-ның өзіндік картинкалар жинағының ішінен жауаптарды белгілеп отырсақ болады. Яғни мына сұрақтардың сандарының қайсысы үлкен, яғни сол сандарды нөмірлеп қойған кезде вариант 1, 2, 3, 4, яғни осылардың ішінен өзіне қажеттісін таңдап алуға болады. Мұнда да әрбір сұраққа дұрыс жауапқа 1 балл береміз, яғни бұл бізде берілген тізімнің ішінен жауапты белгілеп отырмыз. Келесі бізде сілтемені алып, мысалға топтарға немесе жеке адамға жіберуімізге болады.
енді егер сілтеме арқылы жауап беретін болса бізде мына көріп тұрғандарыңыздай қалай дұрыс жауап беру? Міндетті түрде аты, тегі, әкесінің атын енгізе отырып сыныбын белгілейді және қайсысы жауап дұрыс, әрбір дұрыс жауапты дұрыс белгілей отырып біз соңында Google форманы жіберіп отырамыз. Жібергеннен кейін бізде міндетті түрде көрсетіп қоямыз. Яғни жауап біткеннен кейін бізде қанша балл алғандығы көрсетіліп тұрады. Және ол дұрыс немесе бұрыс екендігі. Яғни өз Google формамыздан қарайтын болсақ, жауап қалай берілгеніне қарап тұрсақ, қанша пайызы қалай жауап берген және қай сыныптан қалай жауап бергендігі шығып отыратын болады. Оқушыларға жіберілген формаға сәйкес статистиканы және осындағы әрбір жауапқа қай жауаптан егер оқушылар дұрыс жауап бермеген болса, міндетті түрде ол бізде көрінеді және қай жерде қателескендігі туралы біз анықтама айтып, оқушылармен қатемен жұмыс жасауға мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар бізде мына жерде көрсетіліп тұр, қай сұрақ қалай жауап бергендігі туралы.